Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомыз жеміс ағаштарының гүлдеп жеміс түйгеннен кейін гүлдерін, жемістерін неге түсіре беретіні жайлы болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар достар. Видеоның соңында бір сурет қойып кетемін. Сол суретке қарап, сіз жеміс ағашыңызға қандай тыңайтқыштар жетіспей тұрғаны жайлы біліп алатын боласыңыздар достар. Видео ұнаса видеоның соңында бір-бірден лайк баса кетіңіздер. Каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді бәрімізге белгілі, көктемде жемістеріміз гүлдеп, содан кейін жеміс түйіп жатса, бәріміз қуанамыз. Енді жеміс жейтін болдық өзіміздің бақшамыздан деп. Бірақ енді көпшілігіміздің қуанышымыз ұзаққа бармай жатады. Неге дегенде енді гүлдегеннен кейін гүлдерін түсіреді, сосын жеміс түйгеннен кейін жемістерін түсіре береді. Бәріңіз де енді байқап жүрген шығарсыңыздар, астына төгіліп жатады жемістері түсіп. Енді барлық жеміс ағаштары да жемістерін түсіреді. Соның ішінде мына алма және алмұрт ағашы жемістерін көбірек түсіреді. Байқайтын шығарсыңыз өздеріңіз. Әсіресе мына алма мен алмұрт ағашы жемістерін көбірек түсіреді. Астына төгіліп жатқанын бәріңіз де байқап жүрген шығарсыңыздар. Енді неге дегенде жемістерін неге түсіре береді дегенде, енді бұл мына жеміс ағаштарының астындағы құнарлығының төмендігінен. Былайша айтқанда, мынау енді алмұрт ағашы, мынау енді алмұрт ағашының жемісі. Бұл енді мына алмұрт ағашының ұрпағы, яғни баласы. Енді бұл жеміс түйгеннен кейін көп қылып жеміс түйді. Енді бұларды жапырақ шығарып тұрған кезде мына жеміс түйгеннен кейінгі тамақтандыруы басқа болады достар. Негізгі себептері бұл мына жеміс ағашының жаңа құнарлығы төмен дедік қой. Мына жемістерге, өзінің түйген жемістеріне азық тамақты жеткізе алмағандықтан болады. Негізгі себептерінің бірі осы мына бойындағы жеміс түйіп тұрған жемістеріне азықты тамақты жеткізе алмағандықтан жемістері жерге солып, жерге түсіп қалып жатады достар. Мына дұрыс азықтандыра алмағандықтан, тамақты дұрыс жеткізе алмағандықтан барлығына жемістер солып, жерге түсіп қалып жатады достар. Енді сондай кездері біз бұл жеміс ағаштарының мына жемістерін сақтап қалу мақсатында достар, енді қолымыздан келген жаңағыдай витамин, бәрін жасауымыз керек достар. Бұл енді мына астына компост жасап құйсақ та болады. Енді ондай компост жасайтын мүмкіндігіміз болмаса, енді мына дүкендерде барлық удобрениелердің түрлері бар. Мысалға гумат бар, гумат кальцийлер бар. Сондай органикалық тыңайтқыштар болсын, минералды тыңайтқыштар болсын, дер кезінде беріп, мына жемісіміздегі жемістерді сақтап қалуға әрекет етуіміз керек достар. Енді әрекет етпей қарап отыра беретін болсақ, мына жемістердің біреуі де қалмай, барлығы да түсіп қалуы мүмкін. Енді дер кезінде қимылдап, бұл жеміс ағаштарға өзіміз қапталдан қосымша демеу беріп, жаңағыдай тыңайтқыштар, органикалық, минералды тыңайтқыштар беріп, суын беріп, күтіп баптап, дер кезінде қарап, осындай жағдайын жасамасақ, онда мына жемістердің бәрі жерге түсіп қалып, жеміс жей алмай қалуымыз мүмкін достар. Енді бір сөзбен айтқанда, бұдан жеміс жеу үшін өзіміз қосымша тыңайтқыштарды жақсылап күтіп баптап, астына беріп, суын уақытында барлығын беріп, осы жемістерді сақтап қалуға әрекет етуіміз керек достар. Егер ештеңе істемей қарап отыра беретін болсақ, бұл жемістердің барлығы да біреуі де қалмай түсіп қалуы мүмкін достар. Соның үшін жемістеріңізді осындай жерге түсе берсе, жемістері жаңағыдай тыңайтқыштарды дер кезінде беріп, күтімін беріп, осындай жемістерін сақтап қалуға әрекет етіңіздер достар. Отбасыларыңыз аман болсын, жемістеріңіз көп болсын достар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.